Бақбақ адам денсаулығына тигізер пайдасы көп дәрілік өсімдік. Каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыз. Кәдімгі бақбақ көктемнің алғашқы гүлі. Халық оны атам заманнан қадір тұтып, сүйіспеншілікпен жер күні денсаулық эликсирі деп атаған. Бақбақ кез келген жерде өсіп жатыр. Егістіктер мен бақшаларда, үлкен қалалар мен шағын ауылдарда. Арамшөп болып саналғанымен ол А, Б, С және К дәрумендерін қамтитын дәрілік өсімдік. Бақбақ гүлі көктемнің тұңғыш гүлі. Оны ел ішінде сарғалдақ деп те атайды. Біз бүгін сіздерге бақбақ гүлінің адам денсаулығына пайдасы туралы айтқымыз келіп отыр. Диабет кезінде бақбақты уақтап, туралған тамырын бір стакан суға салып, шай секілді қайнатып ішіңіз. Күніне осылай 3-4 рет ішіп отырсаңыз, диабеттің алдын аласыз. Онкологиялық аурулар кезінде бақбақтың 100 грамм жас жапырағын тұзды суға малып, оған 50 грамм ұсақтап туралған жуа мен 25 грамм ақжелек қосып, өсімдік майымен араластырып ішіңіз. Сонда сіз түрлі онкологиялық аурудан аман қаласыз. Әлсіреп қалған кезде де пайдасы мол. Бүйректің қабынуы кезінде бақбақтың тамырын үккіштен үгіп, күніне 2 рет тамақ ішерде жарты сағат бұрын тұтыныңыз. Жүрек аурулары кезінде бақбақ гүлінің тамырын құрғақ күйінде жеп, артынан су ішіңіз. Осылай күніне 2-3 рет қайталап тұрсаңыз, жүрек ауруларынан құтыласыз. Арықтағыңыз келсе 2 ас қасық немесе 1 ас қасық бақбақ жапырағын суға салып қайнатып, 6-8 сағат аралығында термоста сақтаңыз. Кейін кішкентай жұтыммен ішіңіз. Теріңізді ағарту үшін 2-3 тал бақбақ гүлін алып, жарты литр су құйып, 10-15 минут қайнатып, таңертең және кешке бетіңізді сүртсеңіз болады. Бүгінгі таңда өсімдіктен шығатын сүттен түрлі иіс май жасалады. Олар сүйел, мүйізгек, сепкіл, ара, жылан шаққанда көмектеседі. Иммундық жүйені нығайтады. Гүлдің құрамындағы дәрумен минералдар инфекцияға қарсы қорған түзейді. Адамды суық тиюден сақтап қана қоймай, сонымен бірге ауру кезінде адамның жағдайын жақсартады. Буын ауруларының алдын алады. Халықтың және медицина буын аурулары кезінде адамдарға бақбақ гүлін тұтынуды ұсынады. Гүлдің хондропротектор ретінде ағзаға әсер ететіні белгілі. Бұл дегеніміз шеміршектің қалпына келуін реттейді. Әрі буын ауруы мазалаған жандарға жақсы көмектеседі. Жүйке жүйесіне пайдалы әсер етеді. Гүл құрамында ағзаны қуаттандыратын тониктер бар, бірақ жүйке жүйесін қоздырмайды, керісінше жүйке жүйесін тыныштандырады. Сонымен қатар бұл ұйқыны қалыпқа келтіруге көмектеседі. Мидың белсенділігін арттырады. Бақбақ гүлдері ми белсенділігін ынталандырады, концентрацияны жақсартады және ұзақ уақыт қолданумен жадты күшейтеді. Бақбақ гүлін жерден жұлып алып жей алмайтынымыз анық, сондықтан гүлмен салат пен тамақ жасауға болады.